Құрметті оқырмандар, арнама қош келдіңіз. Лүпіл басып, арнама тіркеліп, қолдап кетіңіз. Баршаңызға бақыт тілеймін. Болған оқиға ізімен. Шамамен сол 2009 жылдар еді. Ол кезде мыс алыбы үлкен зауытта жұмыс жасап жүрген кезім. Қандай ауыр болса да, сол пештің қасында мыс қорыту өзімізге үйреншікті дүние болатын. Сол жылы біздің ұжымға қорғау қызметінен ауысып келген Нұрлан есімді жігітті менің қасыма үйренсін деп бекітіп қойған. Нұрлан өзі менімен қатарлас құрдас болып шықты. Өзі ашық, сыпайы жігіт, әу бастан сөзіміз жараса кетті. Қай жағынан болса да, маған Нұрланның адами қасиеттері жағып тұратын. Содан не керек, дос болып жұмыста болсын, жырақта да жақсы араласып, сырласып жүрдік. Бір сөзбен сыйластығымыз арта түсті. Нұрланның үйленгеніне 7 жыл болған екен. Бірақ жолдасының денсаулығына байланысты перзент болмай жүргенін де жасырмады. Соған орай күйзеліп жүрсе, досым сыртқа іш бейнесін көрсетпеуші еді. Сол кезеңдерде менің балапандарым әлі кішкентай болатын. Нұрлан біздің үйге келгенде, олармен ойнап, шынайы жақсы көріп, бала жандығы байқалатын. Әрдайым балаларымды атымен атап, қал жағдайларын сұрасуды ұмытпағайтын. Әрине, іштей оған дос ретінде аяушылық танытатынмын. Бірақ оның әйтеуір бір уақыттарда бала сүю бақытын кенелетінін іштей сезетінмін. Өтірігі жоқ, кейде жұмыстан шығып, шаршағанды басып, сыра ішетініміз бар болатын. Сондай бір отырыста ол әйелінің емделіп келгенін айтып, әзірше нәтиже жоғын айтып, бір күрсінді. Әңгіме сол тақырыпқа мойын бұрғасын, өзім баяғыдан жаным ашып, досыма айтқанымда әлі күнге шейін өкінемін. Нұрлан өмір өтіп барады, уақыт ешкімді аямайды. Қанша жыл көрдіңдер, қолдан келетін оңға басар жайы жоқ. Саған ізбасар қалайда керек бауырым. Сен деп қалай бастарымды білмей тұрғанымда, бауырым деп сөзімді өзі бөлді. Не айтпақ ойыңды түсіндім. Жалғыз сен емес, бір шама туыстарымның естіген әңгімем ғой. Ол деп иығымнан қақты. Маған деді ол, көпшіліктің жанындағыны таста, онда тұрған еш күнә жоқ, өзіңді ойла, болашағыңды сайла деп талай өте жақын туысқандарым айтуда. Әрине түсінемін, перзент керек. Жігіт болған соң өзіңнен кейін тұяқ қалдыру дегендей. Бірақ мен мына қыздай алған әйелімді қимаймын. Жарайды, оны тастап кетермін, үйленермін, балалы болармын. Бірақ мені алаңдататыны, оның тағдыры не болмақ? Менен басқа кімге керек болар? Әлбетте, мен оны жақсы көрем. Не болса да, бәрі Алланың қолында. Баласыз кетсек те, бір-бірімізге бала болып жүре береміз деп жымиды. Алайда, үмітсіз шайтан емес пе досым деп тоқтады. Бұл әңгімеден кейін оның адамгершілік қасиеті жоғарыда тұрғанын көріп, осындай досым болғанына дән риза болдым. Әрине, өз сөзіме іштей ұялып, дұрыс әңгіме айтпағаныма қынжылдым. Бұдан кейін ол мәселеге көп тоқтала бермейтін болдық. Зымырап, уақыт өз арнасымен ағып жатты. Соңғы кездері Нұрлан өзгергендей болып көрінді.
Қасындағы жайдары ашық адам тұйықтанғаны сырт көзге білінеді емес пе? Бір күні жұмыста өзі маған ашылғандай болды. Мен үйде Құран оқып, намаз үйреніп жүрмін. Егер қаласаң, бірге көрелік деп ниетін білдірді. Мен қарсылығым жоқ әрине, бірақ жұмысымыз шаң мен газдың тұнып тұрған ортасы қалай болады және ертелі емес пе деп білместік таныттым. Ол үндемеді. Баяғы Нұрлан жоқ, отырыстарға көп бара бермейтін болды. Бір сөзбен досым күрт өзгерді. Бірде таңға ауысымға келгенбіз, әлі есімде. Көңіл күйі тамаша, жымиып, қазір бір нәрсе айтам, оңашада деп қалды. Ойым Нұрлан алдында әйелім көтерді деп бір-екі мәрте қуанып келегені болған, бірақ көпке ұзамай түсікпен аяқталған болатын. Сол шығар деп болжадым. Оңашада өзінің бүгін таң намазын оқып, Аллаға құлшылық ниетін бастағанын айтып қуанды. Мен де ол үшін қуанып, қабыл болсын деп құшақтадым. Не керек досым, жұмадан қалмай, естіп білгенін, уағыздарын айтып бөлісіп жүрді. Ұжымдағы кейбір жігіттер вахабист деп кекететіндер болды. Бірақ ондай арзан дүниеге мән бермейтін өзі. Себебі жат ағымнан аулақпын. Ең бастысы оның ниеті шынайы екенін мен білетінмін. Солай бір жылдың шамасы өтіп кетсе керек. Күндердің бір күнінде ол әйелінің аяғы ауыр, Алла қаласа 3 айдан кейін босанып қалатынын айтып, ағынан жарылды. Менің қуанышымда шек жоқ. Шынымды айтсам, өз әйелім босанатындай қуандым. Оның осынша неге жасырғанында сұраған жоқпын. Себебін білетін едім. Алла қалап айтқан уақытында әйелі торсықтай ұлды дүниеге алып келді. Досымның қуанышында шегі жоқ. 10 жыл күткен бақытты арманы орындалды. Дүркіретіп шілдеханасын кафеде жасады. Бәрі Алланың қалауы, Алланың ризашылығы деп аузынан тастамайтын болды. 1,5 жылдан кейін келіншегі тағы бір торсықтай ұлды сыйлады досыма. Досым Нұрлан айтатыны намаз менің бүкіл өмірімді өзгертті. Не жасасам да оңынан шығып тұрды дегені әлі жадымда. Одан кейін мен басқа вахталық жұмысқа ауысып кеттім. Ол қалды. Анда-санда көрісіп тұрамыз. Бір пәтерлі үйде тұратын. Қазір ақша жинап, даңғазардай жер үй алыпты. Өмірге риза да бақытты. Досым аман болсын деймін. Алла ризашылығын білдіріп, бала шағасының қызығын көрсін демекпін. Міне, қадірлі оқырман, қандай болса да досымның басынан өткен өмірін сіздермен бөліскім келді. Мүмкін біреуге ой салар, мүмкін басқасы дегендей. Аман болыңыздар. Алла өзі ризашылығын білдірсін өздеріңізге.